Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода құрма ағашының көпшілігі біле бермейтін ерекше қасиеттерімен танысамыз. Ал бастайық. Ең алғаш Аллах тағала адам атаны жаратар кезде топырағын електен өткізген. Електен өткен топырақтан адам атаны жаратқан, ал електе қалған тас үйінді топырақтан құрма ағаштарын жаратқан болатын. Мүмкін сондықтан болар құрма ағашы мен адамның ұқсас қасиеттері көп. Соларға тоқтайық. Біріншіден, құрма ағашы да адамдар секілді орташа 60-70 жыл өмір сүреді, ал кейбіреулері 100-110 жасқа дейін өмір сүреді екен. Екінші қасиеті, құрма ағашының да аталығы, аналығы болады, және олар басқа өсімдіктер секілді тозаңдану арқылы емес, қолдан ұрықтандыру арқылы, яғни аталығына аналығын отырғызу арқылы көбейеді екен. Ұрықтанған құрма ағаштарынан жас кішкентай сәби құрма ағашы дүниеге келеді. Оны алғашқы кезде анасынан бөлек жерге отырғызатын болса, анасы да баласы да өліп қалады. Тура адамдар секілді ғой. Және де 2 жыл бойына адамдар секілді анасы баласын 2 жыл емізеді ғой. Тура сол секілді 2 жыл анасынан айырмау қажет. Келесі қасиеті, құрма ағашының шаштар болады. Аталығының шашы тіке әрі қысқа, аналығының шашы ұзын әрі төмен қарай өседі екен. Келесі, құрма ағашының да басқару жүйесі, яғни миы болады. Миын алып тастайтын болса, құрма ағашы өліп қалады. Адамдардағы миды алып тастаса, яғни жоқ болса, адамдар да өмір сүре алмайды ғой. Тура сол секілді. Адам сусыз өмір сүре алмайтыны секілді, құрма ағашы да бір күнде сусыз өмір сүре алмайды екен. Яғни үнемі суды қажет етіп отырады. Және де басқа жемістер бірінші жемісін бермес бұрын көккүмбек және де қап-қатты болады ғой. Мысалы, өрік ағашын, алма ағашын алайық. Ал құрма ағашы піспей тұрған кезде жұмсақ болады екен. Ал піскеннен кейін барып қатаяды екен. Құрма ағашының ең белсенді болатын кезі 15 пен 45 жас арасы, ал 60 жастан кейін мүлдем жеміс беруін доғарады екен. Құрмада көптеген пайдалы витаминдер бар. Сіз 1 апта бойы немесе 1 ай бойы тек құрмамен қоректенсеңіз, сізде витаминдер толық болып өмір сүре аласыз. Сондықтан да құрма жемісі витаминдерге бай әрі ағзаға пайдалы жемістердің бірі. Осы видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін.